Сәлем жас достар. Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Мені танып тұрсыңдар ма? Әрине, мен сіздерге өткенде жеті лақ туралы ертегі айтқан теңіз қарақшысы боламын. Қалай? Мерекелеріңіз құтты болсын балалар. Көріп тұрсыздар ғой. Біздер бүгін табиғат аясына келдік. Қалай ойлайсыңдар? Біздер бүгін мына керемет өзеннің жағасында не істеуіміз мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Жоқ, қателестіңіздер. Таба алмасаңыздар, өзім айтайын. Бүгін біздер мына керемет өзеннен балық аулайтын боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Міне балалар, қармағымызды суға салдық. Қазір біздер осы өзеннен тамаша мынадай балықтарды ұстайтын боламыз. Айтпақшы, балық демекші, мен сіздерге бүгін тамаша бір алтын балық туралы ертегі айтып беретін боламын. Қалай? Тыңдауға дайынсыңдар ма? Дайын болсаңыздар, ертеде осындай тамаша өзеннің жағасында бір қарт пен кемпір өмір сүріпті. Ешкімнен айырмашылығы жоқ, қарапайым ғана өмір кешіпті. Бір күні қарт мынадай ауларын алып, өзенге балық аулауға барыпты. Сөйтіп, ауын өзенге лақтырып, күтіп отырыпты. Бір кезде кеш болған соң ауларын жинай бастапты. Сөйтсе, аулары ауыр тартқан көрінеді. Қарт қуанып, маған үлкен балық түсті деп, ауларын тез-тез жинай бастап. Сөйтіп жинап келсе, ешқандай да балық жоқ. Жай ғана қоқыстар екен. Қарт қап деп, бұл қоқыстарды өзенге тастап жүрген кім екен? Осылай табиғатты бүлдіруге бола ма деп, ренжіп, қайтадан ауларын екінші рет лақтырып жіберіп, күтіп отырыпты. Сөйтіп жайлап, ауларын тарта бастаған кезде, ауына бір нәрсе түскендей, қимылдай бастапты. Ауларын жинап қараса, ауына алтын балық түсіп қалыпты. Содан әлгі қарт алтын балықты қолына алып, бұл балыққа не істесем болады екен деп тұрған кезде, қолындағы балыққа тіл бітіп, «Ей адам баласы, мені қайтадан өзенге жібер, мен сенің тілектеріңді орындаймын» депті. Қарт жан-жағына қарап, бұл сөйлеп тұрған кім болды екен деп жан-жағына қараса, қолындағы балық, бұл мен сөйлеп тұрған алтын балықпын, мені өзенге қайтадан жібер, мен сенің тілектеріңді орындаймын депті. Қарт шошып кетіп, балықтың сөйлеуі мүмкін емес деп айқайлап, кері суға лақтырып жіберіпті. Балық қайтадан оралып, әлгі қартқа, «Ей адам баласы, сізге үлкен рахмет. Мені қайтадан өзенге жібергеніңіз үшін мен сіздің тілектеріңізді орындаймын» депті. Сол кезде әлгі шал, «Маған ешқандай да тілектің қажеті жоқ. Өзеніңе бара бер» деп балықты кері өзенге жіберіп қойып, сөйтіп үйіне барыпты. Үйіне барған кезде, үйінде оны қабағы түйілген кемпірі қарсы алыпты. «Әй, қақбас, қайдан келдің?» депті. Қарт, «Мен бағана өзенге бардым.
өзеннен балық ауладым. Сөйтіп менің ауыма бір алтын балық түсті. Сол алтын балық маған айтты: "Ей адам баласы, мен сенің тілектеріңді орындаймын. Мені өзенге қайтадан жібер" деді. Мен жібере салдым депті. Сол кезде кемпірі: "Ей қақбас, сенің басың істемейді. Ол алтын балық деген тілектерді орындайтын балық. Сен неге тілектеріңді сұрап қалмадың?" депті. Сол кезде қарт ойланып: "Менде ешқандай тілек жоқ қой, не сұраймын?" депті. Сол кезде кемпірі: "Ей ақмақ, сенің үйде кішкентай ғана ыдыстарың бар. Неге үлкен ыдыс сұрамадың?" депті. "Бар, алтын балыққа қайтадан бар да, маған үлкен астау, тамақ пісіретін үлкен астау сұрап алып кел" депті. Қарт басы салбырап өзенге келіп: "Ей алтын балық, қайдасың, алтын балық?" деп айқайлапты. Сол кезде суды жарып, алтын балық судың бетіне шығып: "Ей, маған жақсылық ойлаған адам, қандай тілегің бар?" депті. Сол кезде қарт: "Алтын балық, айып етпесең, менің кемпіріме бір жақсы үлкендеу ыдыс керек болып тұр. Сол бола ма?" деп сұрапты. Алтын балық: "Әрине, сұрағаныңыз болады. Үйіңізге барыңыз" депті. Қарт үйіне келсе, кемпірі әдемі астауды құшақтап алып, бәрібір қабағын түйіп отырған көрінеді. "Ей, міне астауыңды алдық, рахмет. Бірақ сен әлі дұрыс істемедің, шал. Сен ана балықтан енді бір бізге зәулім хан сарайындай үй сұрамайсың ба? Үйің болса көріп тұрсың, міне құлайын деп тұр. Бар, қайтадан бар да алтын балықтан бізге зәулім үй сұра" депті. Қарт басы салбырап қайтадан өзенге келіпті. Өзенге келіп: "Ей алтын балық, алтын балық!" Алтын балық тағы да судан шығып: "Ей адам, тағы қандай тілектерің бар? Орындаймын" депті. Сол кезде қарт: "Бұлай ғой, алтын балық, менің үйімдегі кемпірім мынау тұрған біздің үйіміз құлайын деп тұр. Ана алтын балықтан барып бізге зәулім үй сұра деп жіберді" депті. "Сен сол тілегімізді орындай аласың ба?" деп алтын балықтан сұрапты. Алтын балық: "Әрине, тілектеріңізді орындаймын. Сіз үйіңізге бара беріңіз" депті. Қарт үйіне келсе, өзінің үйін өзі танымай қалыпты. Бұрынғы құлап жатқан үйі жоқ, орнына зәулім сарай тұрғызылыпты. Қарт қуанып, жақсы болды деп ішке кірсе, тағы да кемпірі қабағын түйіп: "Сен шал, ақмақ екенсің. Мынадай зәулім үйде мына біз сияқты қарапайым адамдар тұратын беді? Сен алтын балықтан барып қайтадан сұра, мені бастық қылсын" депті. Қарт ойланып тұрып: "Жарайды, сұрап көрейін" деп өзенге қайтадан келіпті. Сөйтіп өзенге келіп: "Алтын балық, алтын балық" деп айқайлап тұрса, алтын балық шықпапты. Қарт қорқып кетіп: "Алтын балық, алтын балық" деп айқайлаған кезде, суды жарып, алтын балық келіп: "Иә, мейірімді адам, қандай тілегіңіз бар? Орындаймын" депті. Сол кезде қарт
Алтын балық, бұлай болыптыр. Анау үлкен астауыңа рахмет. Анау зәулім үйіңе де рахмет. Енді менің кемпіріме тағы бір жақсылық жасауың керек депті. Алтын балық, егер қолымнан келсе, сізге жақсылық жасаудан аянбаймын. Айтыңыз, кемпіріңіздің қандай тілегі бар деп сұрапты. Сол кезде қарт, менің кемпіріме барлығы да ұнайды. Тек бір бастық болғысы келеді. Сол қолыңнан келе ме? Деп сұрапты. Алтын балық, неге келмесін? Қолымнан келеді. Сіз үйіңізге бара беріңіз, депті. Үйіне келсе, кемпірі үстелдің үстінде: мен бүгіннен бастап бастықпын. Енді мен саған не бұйырсам, соны орындайтын боласың деп қартына айқай салыпты. Қарты түсінбей қарап тұрған кезде: сен енді барда ана алтын балығыңа айт, ол да маған қызметке келсін, әйтпесе екеуің де бастарыңды алғызам, деп айқайлапты. Қарт қорыққаннан жүгіріп өзенге барып: алтын балық, қайдасың? Шық, алтын балық, деп айқайлапты. Алтын балық шығып: иә, мейірімді адам, қандай тілегіңіз бар? Деп сұрапты. Сол кезде қарт: алтын балық, менің кемпірім саған да маған қызмет етуге келсін, әйтпесе екеуіңнің де басыңды алам, деп айқайлап мені қуып жіберді, депті. Сол кезде алтын балық: кешіріңіз, адам баласы, мен сіздің бұл тілегіңізді орындай алмаймын. Кемпіріңізге үлкен сәлем айтыңыз. Адамда қанағат деген нәрсе болу керек, деп құйрығымен суды шалп еткізіп, сүңгіп жоқ болып кетіпті. Қарт үйіне келсе, баяғы зәулім үйі жоқ, қолында астауы, есіктің қасында кемпірі отыр екен. Қарт келіп: әй кемпір, бар нәрсеге қанағат қылу керек еді. Енді көрдің бе артының не болғанын? Депті. Міне солай балалар, сендер де қолдағы бар жақсы қасиеттеріңді бағалай біліңдер. Міне, қалай, ертегім ұнады ма? Ертегім ұнаса, шіркін-ай, маған да осындай кезде бір алтын балық түсіп, менің де бір тілегімді орындаса ғой, шіркін-ай. Ой, 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 ой. Алтын балық ұстадым балалар. Керемет. Алтын балық. Сен менің тілегім. Құрметті балалар. Мына алтын балыққа тілектеріңіз болса, астына пікірлеріңізді жазып, тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ал мен алтын балыққа өзімнің тілегімді айтатын боламын. Сіздер оны естімеулерің керек. Сау болыңыздар балалар.